Ай мектеп. Қараңызшы, қандай керемет. Иә, ертегідегідей әдемі. Ананы қараңызшы. Біздің үйіміз, ол тіпті кішкентай. Ол алыста болған соң солай көрінеді. Бұлай қарасаң, қол жетім жерде тұрған сияқты. Заттар алыстаған сайын кішірейіп, ашық түске ене бастайтындай. Ашық түске? Иә, бұны ауа перспективасы дейді. Ол не? Перспектива латын тілінен аударғанда кеңістікті көру деген мағынаны білдіреді. Ауа перспективасы туралы алғашқы түсінік Леонардо да Винчиден басталады. Суреттерге қара, ұлы суретші заттар бақылаушының көзінен алыстаған сайын түстері өзгеріп көрінетінін айтқан. Сондықтан кеңістік тереңдігін жеткізу үшін суретте жақын тұрған заттар өзінің табиғи түсімен берілуі керек, ал алысырақ тұрған заттардың түсі көгілдір тартады. Сол арқылы жақындағы нәрселер анық көрінеді. Мысалы, тау мен сенің аралығындағы ауа көлемі үлкен болғандықтан, сенің көзіңе бәрі ауаның түсіндей көгілдір болып көрінуі мүмкін. Қара, Дана, мына суреттерде перспектива жоқ. Неге? Қай заттың алыста, қайсының жақында екені көрініп тұр емес пе? Бұл олардың әртүрлі деңгейде орналасқанына байланысты. Бірақ заттар жазық бетті сияқты, тәрелкені төбеден қарап салғандай. Стақандарда қалыпсыз, жазық қылып салынған. Иә, мұны дұрыс аңғардың. Бұл суретте сызықтық перспектива сақталмаған. Бұл перспективаның тағы бір түрі. Сызықтық перспективада көз деңгейімен қарағанда барлық сызықтар көк жиекте бір нүктеде түйіседі. Мысалы, мына жол сияқты. Иә, алыстаған сайын жол тарыла береді. Үйлердің биіктігі, ұзындығы көз деңгейінің оларға қатысты қалай орналасқанына байланысты. Иә, бізге жақын бұрыштары үлкен, алыстағылары кішкентай көрінеді екен. Күн батып бара жатыр. Үйлер бұлыңғырланып қана көрініп тұр. Бұл туралы мен саған келесі жолы айтып берем. Қазір үйге қайтайық. Қайталайық. Перспектива және оның түрлері. Перспектива сөзі латын тілінен аударғанда кеңістікті көру, сезіну деген мағынаны білдіреді. Біз алыстағы заттарды көгілдір түске боялған ауа қабаты арқылы көреміз. Суретте алдыңғы шептегі денелердің түсі қанық болса, артқы шептегі заттардың анықтығы жоғалып, түстері көгілдір тарта бастайды. Бұл құбылыс ауа перспективасы деп аталады. Сызықтық перспективаның ережелері. Суретте көлемі бірдей заттарды салғанда, жақындағы затты алыстағы заттан үлкендеу етіп бейнелеу керек. Суретте ені қандай болса да, параллель сызықтар бізден алыстаған сайын тарылып, көкжиекте бір нүктеде түйіседі.